Ұлытау облыстық қоғамдық кеңесі жанынан құрылған ауыл шаруашылығы және сыбайлас жемқорлыққа қарсы тұрақты комиссия мүшелерінің кезекті отырысы өтті. Онда өңірдегі сыбайлас жемқорлықтың алдын алу бойынша жасалып жатқан профилактикалық шаралар пысықталып, заң бұзушылықтарды анықтаудағы қоғамның маңызды рөлі жөнінде кеңірек айтылды. Кез келген өркениетті қоғам үшін сыбайлас жемқорлықпен күрес ең өзекті мәселенің бірі. Заман ағысымен бірге қанат жайып келе жатқан кесел біздің қоғам үшін де қауіпті. Қоғамдық кеңес отырысында сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Ұлытау облысы бойынша департамент басшылығы өңірдегі ахуалдан ақпарат берді. Осы біздің жиымыздың басты мақсаты жаңағы қоғамның рөлін көрсету, және өзіміздің жаңадан бастаған жобаларымызды жеткізу туралы осындай бір себеп қойып отырмыз өзіміздің тарапымыздан. Ұлытау облысы бойынша еттері тірі, сондай өз жүректері сонда ыстық, белсенді адамдарды іздеп өзіміздің сыбайлас жемқорлыққа қарсы коалицияға шақырамыз. Бүгінде жең ұшынан жалғасқан жемқорлықпен күрестің түрлі тәсілдері қолға алынған. Соның бірі сыбайлас жемқорлыққа қарсы волонтерлық жобасы. Қазірдің өзінде аталған еріктілер тобына қосылуға 60-тан аса азамат ниет білдірген. Қоғамдық кеңес мүшелері бұл мәселеде салаға жауапты департамент өкілдерімен бірлесе жұмыс атқаруға дайынбыз дейді. Жалпы мәселе жетеді. Оның барлығын көтеру керек, оның барлығын шешімін таба білу керек. Әрине коррупциялық, былайша айтқанда, риск дейді ғой, айтқанда, ол рисктер барлығы бар, барлық жерде. Бұл Қазақстанда да, бүкіл әлемде бар мәселе. Бірақ енді қоғам болғаннан кейін, шамалы қоғам тарапынан да бір қадамдар болу керек нақты. Біздің қоғамдық кеңес мүшесінде, қоғамдық кеңес тарапында өзі комиссияларға бөлінген, мысалы, сыбайлас жемқорлыққа қарсы комиссия бар, соның мүшесі боламын. Мен өзі қазіргі таңда осы мәселе төңірегінде біраз мәселе көтеру керек деп ойлаймын өз басым. 2023 жылдың 9 айының қорытындысы бойынша бюджет қаражатын тиімсіз пайдаланудың алдын алу сомасы 276 миллионнан астам болған. 6 лауазымды тұлға тәртіптік жауапкершілікке тартылып, мүдделер қақтығысына байланысты бір басшы қызметінен босатылған. Мұқағали Сейітқазы, Думан Оразов, Ұлытау телеарнасы.